жоқпын, мен қашып жатқан жоқпын еш жаққа. Бірақ не ұрады екенсіз? үнемі ұрсам, өзінің тілінен, өзінің тірлігінен, өзінің кәсібінен әйел еркекке сыйластықпен қарау керек. Қазір заң шығарған Қазақстан, әдемі заң. Әйелдерге билік беріп қойған. Қазір қарасаң, битрезвитель қалып, масқана бәрі қамайды жүрді. Бәрінде еркектер, кілең әйелдердің кесірінен барып қамалып жатқан. Керемет заң шығарды. Мына ері мен әйелі осылайша текетіресіп, қабырғасы сынған әйел кетіп бара жатыр. Полиция біз келген соң ғана у-шу болып жыбырлап жатыр. Қазір ғана жиналыс деп сыртта күтіп отырмыз. Мына кісінің екі иығы сынған. Әйелін ұрып. Әйеліңізді жиі соғасыз ба осылай? Постоянно мені. Я постоянно соғамын. Мен бәрі қазір соқпаймын деп айтсам да сіз соғат деп айтасыз ғой. Я постоянно соғам, постоянно ұрам, постоянно боқтайым, постоянно балағаттайым. Өйткені өзінің тіршіліктеріне байланысты. Сіз сияқты, сіз керемет әйел шығарсыз. Ол керемет емес. Болады ғой. Олмайды, айтқанға түсінбейді. Жаймен айтып көргенмін, қаттырақта айтып көргенмін. Болмайды. Сосын болмаған соң қол жұмсауға тура келеді. Любой еркек солай жасайды. Ат жөнім Қанағат Тастемірлі Күлмәшевпін. Мен әлеуметтік желіге жариялаймын. Жариялай беріп, маған похуй екен. Осы Тасбөгеттің тұрғынысыз ба? Мен шығарып қойған заңға да риза емеспін, бұндай заңға. Қазақстан шығарып қойған шірк біткен заңына. Неге? Сонда сіз әйеліңізді ұра беруіңіз керек па? Жоқ, ол әйелдерді ұрып кетсін демес. Әйелдер мен еркектердің несін, құқығын дұрыс бағалай білмей тұр заң. Заңды дұрыс шығармаған. Қазір екі қабырғасы сынып тұр дейсіз. Сіздікі сонда дұрыс. Менікі дұрыс емес шығар. Бірақ үкіметтің істеп тұрған заңы дұрыс емес. Сіздіңкі дұрыс. Менікі дұрыс емес. Менікі дұрыс емес. Онда неге заңға өкпелеп тұрсыз? Мен заңға өкпелеймін. Заңға өкпелейтінім мен көп еркектердің басына осындай жағдай өтіп жатқан көріп тұрмын көзіммен. Көп еркектер қай жерге барсаң да көп еркектер қамауда отыр. Не үшін? Әйелінің кесірінен барып қамауда отыр. Енді әйелге сіз ұрып қол көтермесеңіз несі бар?